Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз көп адам мән бере бермейтін, бірақ өте пайдалы өсімдік туралы айтамыз. Бұл көктемде барлық жерде өсетін бақбақ гүлі. Көпшілік оны жай арам шөп деп ойлайды, ал шын мәнінде бақбақ денсаулыққа өте пайдалы табиғи ем. Бүгінгі видеода бақбақтың пайдасы, оны қалай пайдалану керек, шайы мен тұнбасын қалай дайындаймыз, және 60 жастан асқан адамдарға бақбақтың әсері қандай, сол туралы айтатын боламыз. Бақбақ гүлінің емдік мақсатта гүлін, жапырағын, тіпті тамырында қолданады. Бақбақтың құрамында көптеген дәрумендер бар. Мысалы, А, С және В тобының дәрумендері, сондай-ақ темір, кальций және калий бар. Бақбақтың негізгі пайдалы қасиеттері ол ас қорыту жүйесін жақсартады, бауырды тазартуға көмектеседі, иммунитетті күшейтеді, қанның құрамын жақсартады және зәр айдайтында қасиеті бар. Сондықтан халық медицинасында бақбақты ертеден қолданған. Ал емдік мақсатта бақбақ шайын қалай дайындаймыз? Бақбақ шайын дайындау өте оңай. Бізге қажеттісі 1 шай қасық кептірілген немесе балғын бақбақ гүлі және 1 стакан қайнаған су. Дайындау тәсілі: гүлді стаканға саламыз, үстіне қайнаған суды құйып 10-15 минутқа тұндырамыз. Белгілі уақыт өткеннен кейін сүзіп алып, жылы күйінде ішеміз. Бұл шай ас қорытуды жақсартады және ағзаны тазартуға көмектеседі. Шайды емдік мақсатта тамақтанудың алдында 25-30 минут бұрын ішеміз. Келесі рецепт бақбақ шөбінің тұнбасын дайындау. Бақбақтың тұнбасын дайындау үшін 1 ас қасық кептірілген гүлді немесе тамырды алып, оған 1 стакан ыстық суды құямыз. 20-30 минут тұндырып, күніне 2-3 рет жарты стаканнан ішуге болады. Бақбақ гүлі әсіресе жасы үлкен адамдарға өте пайдалы. Ол буын ауырсынуын азайтуға көмектеседі, қан қысымын тұрақтандыруға көмектеседі, холестерин деңгейін төмендетеді, ас қорытуды жақсартады және денедегі ісінуді азайтады. Алайда бақбақты келесі адамдарға абайлап қолдануы керек. Яғни асқазанында жарасы бар кісілер, өтінде тасы бар адамдар және де бақбақтың құрамындағы компоненттерге аллергиясы бар кісілер бақбақты мүлдем тұтынбағаны немесе абайлап қолданғаны жөн. Және ескере кететін жайт, бақбақты өте көп мөлшерде қолдану іштің өтуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан ұзақ уақыт қолданбас бұрын дәрігермен кеңескен дұрыс. Қорыта айтқанда, бақбақ асқазан сөлін көбейтеді, тәбетті ашып, ас қорытуды жақсартады, бауыр мен өт жолдарының жұмысын жақсартады. Құрамында витаминдер, темір, кальций, калий секілді элементтер бар. Артық сұйықтықты шығаруға көмектеседі. Темірге бай болғандықтан қаназықтың алдын алуға да көмектеседі және буын ауруларына суық тигенде өте пайдалы. Көріп отырғандарыңыздай, қарапайым бақбақ гүлі өте пайдалы табиғи өсімдік. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, пікір жазыңыз және каналға тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.